Сәлеметсіздер ме, құрметті менің алтын оқырмандарым. Бүгін сіздермен осындай әдемі құрақ құрайтын боламыз. Құраққа кез келген матаны алсаңыздар болады. Менің жағдайымда ақ түсті матадан атлас матасын алдым, бұның астына флизелин жабыстырдым. Көлемі 12-12 болатын. Ақ матамыздан 7 штук қажет. Розовый матамыздан 2 штук қажет. Және де көк матамыздан 5 штук қажет. Бұлардың бәрінің көлемі 12-12. Розовый мен көк матамыз турецкий бүйлер. Және де көлемі 7,5-7,5 болатын ақ матамыз қажет. Бұдан 8 штук. Көлемі 12-12 болатын шаршыларымызды бір-біріне біріктіретін боламыз. Көк және розовый маталарымызды ақ матаменен осылай беттестіріп шығамыз. Және де беттестіріп болғаннан кейін жан жағын тігіп шығатын боламыз, төрт жағында. Менің каналымды жоғалтып алмас үшін және де менің видеоларымды ең бірінші көру үшін маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Енді осы тіккендеріміздің ортасын сызып шығатын боламыз, дәл бейнедегідей. Мінекей сызып алдық, енді осыны қайшымен қиып шығатын боламыз. Қиған кезде қисайып кетпес үшін мұқият қиятын боламыз. Және де жан жағындағы шығып тұрған маталарды қиып алып тастаймыз. Енді құрақ блоктарын жасайтын боламыз. Ол үшін екі ақ және розовый мен біріктірілген матамызды дәл осылай қоятын боламыз. Менің жасағанымды бірме-бір жасап өтсеңіздер, әдемі құрақ шығатын болады. Розовый мен ақ матамызды осылай біріктіріп шығатын боламыз.
Мінекей осындай құрақ блогы дайын болды. Ендігі кезекте көк матамызды алып құрақ блогын жасайтын боламыз. Дәл видеодағыдай қойып, ортасын тігіп шығатын боламыз. Мінекей осылай 4-4-тен біріктіретін боламыз. Мінекей осындай құрақ блоктар шықты. Енді осы құрақ блоктарымызды орнына қоятын боламыз. Менің жасағанымды қайталап отырсаңыздар болғаны. Мінекей осындай құрақ шығады. Енді осылардың ортасын біріктіріп тігетін боламыз. Егер де менің құрақтарым сіздерге қызықты болып жатса, маған тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, қоңыраушаны басып қолдап кетіңіздер.
Құрағымызды тігіп болғаннан кейін тігістерін өтекпен басып бастыратын боламыз. Өтектелген нәрсе әдемі көрінетін болады. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай өтектеп алдым. Осындай әдемі құрақ шықты. Бұл құрақты декор жастыққа пайдаланса болады, немесе көрпеге. Егер менің құрағым сіздерге ұнаған болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сау, саламатта болыңыздар.